Ассалаумағалейкум, менің атым Азаматхан. Кәсіпкерліктің мектебіне қош келдіңіздер. Мен Қазақстандық софтверлік компаниялық қауымдастығының президенті боламын. Біз әріптестерімізбен бірге отырып, бизнесті қалай бастауды үйрету мақсатында осы видео қойылымды жасауға шешім қабылдадық. Біздің бизнес сабақтарымыздың алға қойған мақсаты көп. Ал негізгі мақсаты кәсіпкерлікпен қалай айналысу керектігі жөнінде айтып беру. Көптеген адамдардың аз уақыттың ішінде қалай және қандай әдістермен қарапайым деңгейден бай қуатты адамдарға айналғаны туралы айту. Қазіргі жаңа заманда заманауи өнертабыс болып табылатын интернет заманында, шексіз қолжетімділік заманында өмір қарқыны өте жылдамдады. Көптеген адамдар бастапқы капиталсыз және де қандай да бір тығыз байланыссыз, яғни таныссыз тез уақытта миллионер бола алады. Өз бизнесін бастағысы келетін және бизнесін өсіргісі келетін адамдарға осы біздің дәрісіміз үлкен үлес қосады. Біздің дәрісіміз 5 кезеңнен тұрады. Әр кезең 10 дәрістен тұрады. Дәріс барысында Қазақстанда белгілі кәсіпкерлермен кездесулер жүргізіп, ол кәсіпкерлердің тәжірибесін және бизнеста болған қызықты оқиғаларды әңгіме етеміз. Біз бұны айтып қана қоймай, сұрақтарыңызға жауап беру арқылы өзара диалог құрамыз. Жаңа бизнес жоспарларға байқау жариялап, жеңімпаздарға инвестор табуға қол ұшын береміз. Бүгінде жер жүзінде 11 миллионнан аса миллионер бар екен. Және олардың саны қандай да бір дағдарысқа қарамастан үдеп өсіп бара жатыр. Бай адамдарға қарасақ, олар көбіне өз байлықтарын мұрагерліктен емес, өзін өзі бай еткендер болып табылады. Әрине, олардың әдістерін неге сендерге үйренбеске? Біздің де бизнеста жүргенімізге көп уақыт болды. Түсінгеніміз ақша табудың және баюдың өзіндік әдістері бар. Бұл берілген қабілет немесе бір талант емес, оны да үйренуге болады. Әр адам суда жүзуді, не компьютерде әріп теруді үйренген сияқты, бизнеске де үйренуге болады. Өз ісін ашамын дегендерге ең басты қағида ол адамның өзіне сенуі, өз күшіне сенуі. Біздің мектеп сіздерге табысты адамдар мысалымен бизнесті жүргізуге қажетті ақпарат алуға көмектеседі. Кәсіпкерлікпен айналысу адамға байлық, ақыл, еркіндік береді. Дүниеде әр нәрсенің өзінің іргетасы болады. Ал бизнестің іргетасы ол арман. Ал арманды іске асыратын мақсат. Мақсатқа жол беретін сенімді жоспар. Жоспарды іске асыру үшін жігерлі ақыл қажет. Сонда ғана нәтиже болады. Біз өзіміздің бизнес жүргізу сырымызды сіздермен бөлісе отырып, сіздердің бай болғандарыңызды қалаймыз.